ары қарай мына i1-1, i2-2, i3-3 деп белгілегеннен кейін бірінші жолымыз бірінші теңдеудікі болады, екінші жол екінші теңдеудікі, үшінші жол үшінші теңдеудікі. Бірінші теңдеуге қараймыз. Бірінші теңдеудің i1-1 тоғының коэффициенті мына тұрған жақша r2 қосылған r3 қосылған r4 ол берілгенде бар. Бәрін бір-біріне қосасыңдар, шыққан санды i1-дің астына жазасыңдар. i1-1-дің себебі біз i1-1-дің коэффициентін алып отырмыз. Сонда коэффициенті әр тоқтың астына өзінің коэффициентін жазып отырасыңдар. i2-2-ның астына i2-2-ның коэффициенті r2, алдындағы минусын ескереміз, минус r2 дейміз. i3-3-дің коэффициенті r4, алдында минусы бар, минус r4 дейміз. Бірінші теңдеуде басқа кедергі жоқ. Осымен аяқталады. Енді екінші теңдеуге келеміз. Екінші теңдеуде i2-2-ның коэффициенті r1 қосылған r2, r5 алды оң таңбалы. Значит, міне бізде екінші тоғымыз міне тұр, соның астына жазамыз мында жақшаны. Бірінші тоқтың коэффициенті r2 минуспен, міне бірдің астына жазамыз. r1 минуспен, мына жерде мен қате көрсетіп қойдым. Так, екінші теңдеу. Мына жерде 2 болады. 2 деп жөндеп қойыңдар. Мұнда қате жазылып кеткен ғой. Міне 2 тұр, r2 деп жазасыңдар. Келесі i3-3-дің коэффициенті r5, таңбасы минус, минус r5 дейсіңдер. Келесі үшінші теңдеуді қараймыз. Оның i3-3-дің коэффициенті жақша, i3-3-дің астына жазамыз. Сәйкесінше қалған коэффициенттерді өзінің тоқтарының астына таңбасын ескере отырып жазып шығамыз. Жақшаны жабамыз. Келестік жақшаны ашамызда теңдіктің оң жағындағы электр қозғаушы күштерді жазып шығамыз. Жақшаны жабамыз. Біздің мақсатымыз әр контурдағы контурдың тоғын анықтау. Оны анықтау үшін сендер мына матрицаға сан мәндерін қоясыңдар. Содан кейін Гаусс әдісі немесе үшбұрыштар әдісімен матрицаны есептейсіңдер, оны математика курсынан өткенсіңдер. Шыққан мәнді жазамыз. Ары қарай дельта-1-1-ді табамыз. Дельта-1-1-дің матрицасын құру үшін мына тұрған дельтаны көшіріп әкелесіңдер мына жерге, тек бірінші бағанды алып тастайсыңдар да, орнына мына тұрған электр қозғаушы күштердің бағанын әкеп қоясыңдар. Оны тағы да үшбұрыштар әдісімен өздеріңе тиімді өздерің білетін әдіспен есептеп шығарасыңдар. Сан мәндерін қоя отырып дельта-1-1-ді тауып аласыңдар. Ары қарай дельта-2-2-ні анықтаймыз. Онда бірінші дельтадағы мына тұрған матрицаны көшіріп әкелеміз де, уже екінші бағанды алып тастап, орнына электр қозғаушы күшін қойып анықтайсыңдар. Дельта-3-3 то же самое. Содан кейін әр контурдағы тоқтарды табу үшін біз дельталарды сәйкесінше бөліп отырамыз. Дельта-1-1 бөлінген дельта ол i1-1-ді береді. Дельта-2-2 бөлінген дельта-2-2-ні, дельта-3-3 бөлінген дельта i3-3-ді береді. Ары қарай осы контур тоқтарының мәндер арқылы біз тармақтағы тоқтарды табамыз. Оны табу үшін рет-ретімен жазып алыңдар. i1 тең, i2 тең, i3 тең, i4, i5, i6 тең деп. Енді i1-ден бастаймыз. i1-ге схемадан i1-ді тауып аласыңдар. Қай жерде тұр? i1 бізде r1-дің бойымен жүреді. Ол қай контурға тәуелді? Ол екінші контурға тәуелді. Сондықтан i1-ді екінші контурдың тоғына теңестіресіңдер, i2-2-ге. Тек қана екінші контурға тәуелді. Таңбасын, жаңағы бағытын контур тоғымен салыстырасыңдар. Контурдың тоғы сағат тілмен бағыттас, ал мына r1-дің тоғы қарама қарсы. Егер екеуінің айырмашылығы таңбалар әртүрлі болса, алдына минус қоясыңдар. i2-2-ні қараймыз. 2 бізде міне тұр арада. Ол екі контурға да тәуелді. 1-ге де, 2-ге де. Значит, екеуін де жазамыз. 1-1, мынау үшінші контур, ол екінші контур, мынау 1-1, 2-2. Қайсы контурмен бағыттас, соның алдына плюс қоясыңдар, қайсы қарама қарсы алдына минус қоясыңдар. i4-ті қарайық. i4 бізде екі контурға да тәуелді. 1 мен 3-ге, 1 мен 3-ті жазамыз. 1 мен 3-ті жазамыз. Қайсы i4 3-дің контурының тоғымен бағыттас, оның алдына плюс, 1-дің контурымен қарама қарсы, оның алдына минус қоямыз. Осылайша сендер әр тармақтағы тоқты контур тоқтарымен көмегімен анықтап аласыңдар. Мына жерде менде біраз қателіктер кетіп қапты. Мына жерде i4-дің таңбасын помните,